Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздерге қияр тұздап көрсеткелі отырмын. Менімен бірге болыңыздар. Міне менің қиярым дайын тұр. Осыдан 5 күн бұрын жаңағы 5 литр суға 500 грамм тұз салып, қайнатып, суымды суығаннан кейін, жаңағы рассолымыз суығаннан кейін, қиярымызды сол суға салып, бетін бастырып, жаңағы 5 күнге қойып қойдым. Енді қиярларыңыз көбірек тұздайын десеңіздер, 10 литр суға 1 килограмм тұз саласыздар. Міне банкымыздың түбіне чесногымызды, қара бұрышымызды, горошек салдым. Енді қиярымызды сала бастаймыз. Қиярымыздың басын, шерін кескенім жоқ, сол тұзға салып қойған күйі 5-ші күн алып, мен банкіге салып жатырмын. Енді үстіне міне менде қазір жаңағы үйлеріңізде не бар, хрендеріңізді, укроп, көксөктің бәрін салып, астына салмаймыз, бетіне. Себебі біз мына қиярдың бәрін басуымыз керек. Смородинаның жапырағы, укроп бәрін салып жатырмын. Міне қиярымызды, жаңа көксөктеріміздің бәрін үстіне бастырып салды. Енді кәдімгі мен су құйдым. Кәдімгі кранның суы. Кәдімгі қайнамаған су, кәдімгі кранның суын құйып, тұз ештеңке салмаймыз. Алдында біз 5 күн тұздап қойдық қой, сол жарап жатыр. Кәдімгі капроновый жапқышпенен жауып, салқын жерге қоя саламыз. Әрине бұның суы жаңағы біраз уақыттан кейін лайлана бастайды. Бірақ одан қорқудың қажеті жоқ. Біраз уақыттан кейін жаңағы мутный болған судың бәрі төменге түседі, суымыздың бәрі тап-таза болып, мөлдір болып шығады.